Кәсіп бастауға қалай 1.400.000 теңге қайтарымсыз грант алуға болады? Қанша грант беріледі? Кімдер грант ала алады? Қалай өтініш беруге болады? Осы сияқты маңызды сұрақтарға осы видеода жауап аласыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Видеоның соңында маңызды сұрақтарға жауап табасыз және қашан өтініш беруге болатынын айтамын. Жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Шағын нұсқаулық. Жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға арналған мемлекеттік гранттарды алуға өтінімдер қабылдау 20 мамырда басталады. Грант сомасы 400 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2024 жылы 1.476.800 теңгеге тең. Іскер азамат орталығы қайтарымсыз гранттарды қалай алуға болатынын түсіндіреді. Бірінші, қанша грант беріледі? Бизнес еңбек KZ порталында 2024 жыл кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға арналған мемлекеттік гранттарды алуға өтінімдер қабылдау 20 мамырда басталады. Бірінші лек аясында республика бойынша 4500 грант беріледі. Екінші лек аясында республика бойынша 4500 грант беріледі. Жалпы республика бойынша 9000 грант беру жоспарланып отыр. Екінші, кімдер грант ала алады? Грант алу үшін бірқатар шарттарға сай болуы керек. Жаңа бизнес идеяны жүзеге асыруға арналған мемлекеттік грантқа үміткер бола алады. Тіркелген жұмыссыздар. Жеке кәсіпкерлер тіркелгеніне 3 жылдан аспауы керек. Бұл жағдайда өтініш беруші келесі әлеуметтік санаттардың біріне жатуға тиіс. Көп балалы отбасы мүшелері, күйеуі, әйелі. Мүгедектігі бар адамдар. Қандас қолданыстағы мәртебесі бар адамдар. Қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері. Аз қамтылған отбасы мүшелері. Асыраушысынан айырылу жағдай бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар. Мүгедек баланы тәрбиелеуші жәрдемақы алатын адамдар. Үміткерде бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту туралы сертификаты 3 жылдан аспайтын болуы керек. Үшінші, қанша рет грант алуға болады? Өтеусіз және қайтарымсыз негіздегі грант сомасы 400 айлық есептік көрсеткіш. 1.476.800 теңге. Әр қатысушы оны тек бір рет қана ала алады. Төртінші, гранттар не үшін беріледі? Грант қаражаттары жаңадан бастаған кәсіпкерлерге бизнес әлеуетін іске асыруға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бесінші, қалай өтініш беруге болады? Өтініш беру үшін порталда тіркелу. Грант алу шарттарына сәйкестігін тексеруден өту. Бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, оны толтыру және порталға жүктеу. Өтініш формасын толтырып, электронды цифрлы қолтаңба кілтімен қол қою керек. Алтыншы, порталға қалай тіркеледі? Порталға электронды пошта немесе ұялы телефон нөмірі арқылы тіркелуге болады. Еңбек KZ порталында бұрын тіркелген аккаунтыңыз болса, онда қайта тіркелудің қажеті жоқ. Пайдаланушыны сәйкестендіріп, тіркеуді аяқтау үшін жеке сәйкестендіру нөмірін көрсету керек. Одан кейінгі қызметтерді алу үшін электронды цифрлы қолтаңба қажет болмаса, оны егі порталынан қашықтан алуға болады. Жетінші, бизнес жоспар қалай жасалады? Бизнес жоспар бұл бизнесті құрудан бастап нақты мақсаттарға жетуге дейінгі нұсқаулық. Ол неғұрлым жақсы пысықталған және қазіргі жағдайларға бейімделген болса, оны іске асыру және грант түрінде қаржылық қолдау алу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, оны бизнес жобаңыз туралы деректермен толтырып, грантқа онлайн өтініш берген кезде пайдалану қажет. Сегізінші, грантты қандай мақсаттарға алуға болады? Грантты қажетті еңбек құралдарын, мүкәммалды, технологиялық жабдықты, жануарларды, көшеттерді, бұталарды, тұқымдарды, көшеттерді сатып алу және үй-жайларды жалға алу мақсатында алуға болады. Бұл ретте жұбайынан, жақын туыстарынан сатып ала алмайды, жалға ала алмайды. Тоғызыншы, грант ақшасын қандай мақсаттарға жұмсауға болмайды? Гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскелерін сатып алуға, акцизделетін өнімдер өндіруге берілмейді. 10-шы, грант жеңімпаздарын кім және қалай таңдайды?
Грант алуға үміткерлердің өтініштерін қарау жөніндегі аудандық қалалық комиссиялардың шешімдері негізінде жұмыспен қамту орталықтары береді. Үміткерлер комиссия отырыстарында бизнес жобаларын таныстырады. Комиссияның әрбір мүшесі бизнес жоспарды бағалайды. Олар келесі критерийлер бойынша бағалау парағын толтырады. Бизнес идеяның бәсекеге қабілеттілігі. Өткізу нарықтарының пысықталуы. Бизнес жобаның қаржылық өміршеңдігі. Кәсіпкерлік дағдылардың деңгейі. Жаңа жұмыс орындарын құру. Осылайша комиссия грант беру туралы шешімді нақты критерийлерге сүйеніп қабылдайды. 11. Байқау нәтижесін қайдан білуге болады? Комиссия шешімі өтініш берушінің порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі. 12. Грант қаржысын қалай алады? Мемлекеттік грант беру мақұлданған жағдайда, грант иегері 3 жұмыс күні ішінде жеке кабинетінде 20 таңбалы жеке сәйкестендіру кодын, IBAN, ұсынуы қажет. Банк деректемелерін көрсетілген мерзімде ұсынбаса, комиссияның мақұлдауына қарамастан грант беруден бас тартылады. Олай болса, келесі лектерде грантқа қайта өтініш бере алады. IBAN ұсынғаннан кейін халықты жұмыспен қамту орталығы электронды шартты дайындап қол қояды. Үміткерге шартты қол қоюға жібереді. 3 жұмыс күні ішінде электронды цифрлы қолтаңба көмегімен жеке кабинетке келіп түскен мемлекеттік грант беру туралы шартқа қол қою қажет. Шартқа көрсетілген мерзімде қол қоймаса, үміткер автоматты түрде грант ала алмайды. Сондай-ақ алдағы уақытта ағымдағы қаржы жылында грант алуға үміткер бола алмайды. Шартқа қол қойылғаннан кейін грант қаражаты 5 жұмыс күні ішінде банк шотына түседі. Осы мерзімде шотқа ақша түспесе, тұрғылықты жеріндегі жұмыспен қамту орталығына хабарласу қажет. 13. Қаражатты мақсатты пайдалану туралы есеп беру қажет пе? Грант беру туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап, грант иегері мен жұмыспен қамту орталығы арасында шарттық міндеттемелер басталады. Шартқа сәйкес 1 жыл ішінде грант қаражатын мақсатты пайдаланғаны жөнінде 90 сайынғы есептерді ұсынып отыру керек. Сонда 1 жылда барлығы 4 есеп тапсыру қажет. Есептерді онлайн форматта пайдаланушының жеке кабинетінде есепті тапсыру функционалы арқылы тапсыруға болады. Есеп туралы ақпарат интеграция арқылы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен келіп түседі. Грант иесіне тек жүзеге асыратын бизнестің кейбір көрсеткіштерін көрсетіп, растайтын құжаттарды тіркеп, 3 сауалға жауап беруі қажет. Есеп ұсынылмаса, қосымша растайтын құжаттар берілмесе, немесе есепте көрінеу жалған мәліметтердің бары анықталса, жұмыспен қамту орталығы есептелген грант қаражатын қайтаруды талап етуге құқылы. 14. Өтініштер қашан қабылданады? Жыл бойы 2 лек болады. Бірінші лекте грант саны 4500. Өтініштер 20 мамыр мен 31 мамыр аралығында қабылданады. Екінші лекте грант саны 4500 өтініштер 15 шілде мен 26 мамырға дейін қабылданады. Егер сізге сертификат, бизнес план және құжаттарды жинақтап өтініш беру керек болса, біздің толық сүйемелдеу пакетіне жеңілдікпен жазыла аласыз. Біз сізді базадан өткізуге көмектесе аламыз. Іскерлік білім мен оның дамуымен бөлісетін арнаға тіркеліп, видеоны грантты күтіп жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Апта сайын жаңа бейнелер. Бізді қарауды жалғастырыңыз.